Сәлеметсіздер. Емел ресми танысуды жалғастырамыз. Біз бірге жазатын сөздерді оқып жатырмыз. Оның 32-ші параграфына келдік. 32-ші параграф былай дейді. Екі кейде үш сөзден құралған кісі аттары мен географиялық атаулар негізінен түбір сақталып бірге жазылады. Мысалы, Досжан, Өтепберген, Әбдіманап, Бергенбай тағы басқа. Немесе жер суаттар екі бас тұз жез қазған, олардың барлығы бірге жазылады. Себебі бұлар жалқы есімдер, атау. Олар міндетті түрде бірге жазылады. Мысалы үшін алма, ата, қатон, қарағай деп сызық шаймен жазу, ол орыс тілінен кірген үрдіс. Қазақша жазғанда олай жазбаймыз. Алматы, қатон, қарағай деп бірге жазылу керек. Кейбір кісі аттары, мысалы үшін Қожа Ахмет деген бірге жазатынды бөлек жазып қояды. Мырза Әлі деген сияқты. Бұл да дұрыс емес. Оны қарайтамыз. Келесі параграфта былай дейді. Адам аттарының ішінде Бек, Хан, Мырза, Құл, Әлі, Әли, Ғали сияқты сөздермен жасалған есімдердің сыңарлары да әрдайым бірігіп жазылады. Мырзалы, Тұрсынжады, Әбдуәлі, Алмасхан, Құлмұхамед тағы басқа. Әрине бірге жазылады атау болғаннан кейін. Бірақ кейбір қазіргі ақын жазушылар бөлек жазып жүр. Мырза Әлі деп. Ол келмейді. Мәселен, Совет хан Ғаппас деген жазушы бар. Совет хан дегенді бөлек жазады. Олай жазуға болмайды. Егер олай бөлек жазсаңыз, сен шында да хан болуыңыз керек. Ханның тұқым болуың керек. Солай мағына беріп кетеді. Ал, мысалы үшін, Әлі Бек дегенде Бекті бөлік жазып тастасаңыз, Бек деген түркі халқында ханнан кейін ақсүйектерді атаған ғой. Ақсүйек тайпасын. Сол Бек дегенде бөлік жазсаңыз, сіз ақсүйек тұқымынан шыққан болуың керек, немесе Бек қызмет атқарып жүрген болу керек. Олай болмаса, сіз бірге жазылады. Бұлар сондай болсын деген тілекпен қалыптасқан атаулар ғой кезінде. Хан, Бек дегендер, олар бірге жазылуға тиіс. Келесі тармақша. Ұлы қызы сөздері фамилияны және әкесінің атын білдіретін сөздермен тіркескенде жалқы есімге қосылып жазылады. Бауыржан Момышұлы, Мұхтар Омархан Әуезов тағы басқа. Бұл жерде ескертетін қазақ антропоnim жүйесінде үш түрлі жазу жүйесі бар. Мынау Мұхтар Омархан Әуезов деп үш нұсқамен келетін атау, бұл орыс тілінен кірген. Петр Иванович Иванов деген сияқты. Бұл орыс тілінен кірген үлгі. Соны кеңес одағының қабылдап, біз бәріміз үш түрлі атауды қабылдадық. Ал мынау Алмас Қайрат, немесе Азамат Қасым деп келетін атаулар. Бұл қытайлық үлгі. Қытай үлгілерінде түбірді сақтап, қосымшасыз, сөздердің бәрі қосымшасыз жалғанады Қытайда көбінесе. Солай келетін атаулардың жүйесі. Бұл Қытай жақтан кірген. Бұның бір қиындығы, аты қайсы, фамилиясы қайсы ауыстырып аламыз ғой. Сол үшін аты бірінші жазу керек, фамилиясы екінші жазу керек ережелер шығып жатады. Қазаққа тән нәрсе, Бауыржан Момышұлы деген үлгі. Біздің ауыз әдебиетіміз барлық солай. Базарбай ұлы Төлеген, ерте туған Көбеген деп жырлайды. Сол кезде де Базарбай ұлы Төлеген деген. Бұл нұсқа қазақтың өзіне тән нұсқасы. Қазір көп жастар осыған көшіп жатыр, әрине жақсы. Жас кезде құжаттарды ауыстырып алған дұрыс екен. Кейін құжат көбейіп, қағаз көбейгенде ауыстыру қиын болады. Біз сонымен еп болып кетіп барамыз ғой. Қазір жастар көбі ұлы қыз деп жазып жатыр. Екі түбірден құралған бір қатар кісі аттары түбір тұлғалар өзгеріп біріккен түрінде жазылады. Мысалы, дәме еткен деген сөзден біріккен, дәметкен. Ұлмекен дегенде, ұлмакен дегенде, ұлма екен ғой негізі, ұлмекен, ұл болсын деп қысқартып жазуға болады. Айтқанда адамдардың қойғанына байланысты ғой бұл. Келесі тармақша. Екінші сыңары қ дыбыстарынан басталатын кейбір кісі аттары екі түбірдің үндесу ыңғайына қарай да жазылады. Алдыңғы түбір қатаң дыбысқа аяқталса, келесі сөзді қатаң қ әріптермен жазылады. Күсеп қали, қос келді, айт келді. Әрине, бұл жерде біздің үндестік заңы тұр ғой. Қатаңға қатаң, ұяң деген дыбыс үндестігі, ассимиляция. Бұл жерде әрине алдында қатаң тұрса, қатаң жазылған ады.
оны тілді оқыған бала біледі. Алдыңғы түбір дауысты дыбыстармен ұяң үнді дауыстарға аяқталса, келесі түбірдің басқа дыбыстары ұяңданып ғ болып айтылады. Ғ әрпі жазылады. Мысалы, ол дұрыс. Аман келді дегендегі, мысалы үшін аман келді, нұр келді, төре келді дегенде алдында тұрған дыбыстың әсерінен кейін ықпал ғой енді бұл. Қатаңдар ұяңданып кететін заңды құбылыс. Енді әбіл қайыр, әбіл қадыр, әбіл қасым дегендер олар енді қықы әріптері қатаң түрін қалып қояды дейді. Жарайды. Бұл сөз мағынасына байланысты. В тармағы. Қазақтың төл сөздері мен араб парсы тілдерінен енген сөздерді жасалған кісі аттары қатардан екі дауысты дыбыстан басталмайды. Олардың не алдына, не ортасына әріптерін бір жазылады. Мысалы, ысқақ деп жазылмайды, ысқақ, ысқақбай, сымахан, ырза, ырзабай, ырысалды. Әрине бұл қазақ тілінің заңдылығы, біздің заңда сөзді, буында екі дауыссыздан басталмайды деген заң бар. Буынға бөлгенде де солай болу керек. Бұл біз ешкім ойлап шығарған заң емес, бұл біздің артикуляциялық базамыздың, сөйлеу мүшелеріміздің қызметіне байланысты пайда болған. Сол үшін кезінде орыс тілінен кірген сөз бревно деген сөзді қазақ айта алмай, бөріні деді. Кровать деген сөзді кереует деп алды. Бұл заңдылық қой енді. Бұны эпентеза құбылысы дейді, кейін өздеріңіз оқығансыздар, білесіздер ғой. Г тармағы аттас жерлерді бір-бірін ажырату үшін алдынан қолданылатын анықтауыш есімдер бас әріппен басталып бөлек жазылады. Кіші Азия, Орта Азия, қара ертіс, бала ертіс, қу ертіс десек, бұлар бас әріппен бөлек жазылады. Себебі жер су аттарын бұларды түрін көрсетіп тұр. Ертістің басқа түрлері, мысалы тармағын, саласын. Сондықтан бас теректі, орта теректі, шет теректі деген жер суаттарда бөлек жазылады, бас әріппен екеуді. Бұлар түрлерін анықтап тұрғандықтан солай болады. Қос сөздердің жазылуын айта кетейік. Қос сөздердің жазылуы сөздің барлық түрі дебіс арқылы жазылатынын білеміз. Мысалы, дүркін, үлкен, кіші. Енді қосымшамен келсе де солай жазылады. Үлкенді, кішілі. Саяси бұқаралық десек те бәрібір қос сөз болып жазылады екен. Араларда да, де, та, те шылауын сақтап, салып, бұйрығырай тұлғаларына жасаған сипаттама тіркестер қос сөздер сияқты дебіспен жазылады. Шылау сөз бірінші сыңарға сөзге қосылып беріледі. У, да, шу десек, мысалы үшін да деген бөлек жазылу керек заң бойынша, бірақ мына жерде у да шу бірге у да мен шу да қос сөз бірге жазылады. Аста төк те солай, ұрда жық, келді кет тағы басқа. Алар қойып тыңдарыңызға рахмет. Сау сәлемет болыңыздар.